шырғалаң соңы. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Бірде Сәкен жаңа жылды отбасымен шетелде қарсы алатынын хабарлап шетелге ұшып кетті. Жаңа жыл сыртта қаптаған адамдар бәрі бақытты, салют атылып ерекше сезім сыйлайтындай, ал мен жалғызбын, бір өзім бақытсызбын. Сол күні мен өзгеруге, жаңа өмір бастауға бел будым. Өз күнәларымды жуып шаю үшін, өмірімді түзу жолға салу үшін Сәкеннен кетемін деп шештім. Шетелден оралған Сәкен келген бойда маған тұрмысқа шықшы деп ұсыныс тастады аяқ астынан. Демалыста әйелі екеуі екі жаққа кететін болып шешіпті. Бірақ ажырасқанша кішкене күтесің деген сөзіне аса мән бермедім. Мен оған барлығы үшін рахмет айтып, менің кеткенім дұрыс деп, нақты шешімімді жеткіздім. Ол әрине шешімімді ұнатпады, бірақ көп ұзамай ұстамаймын деп уәде бердім. Бақытты бол, деді. Солай соңғы рет қоштасып, мені Астанаға шығарып салды. Астана, бас қалаға жаңа өмір бастауға келдім. Жұмыс таппай біраз теңселдім. Жатақханада тұрып, экспо кезінде жолым болып, жақсы жерге жұмысқа орналастым. Ақшамды жинап, отпускі алып, ата-анамның алдынан өтіп, кешірім сұрадым. Көп ұзамай жолым болып, Астанаға тұрмысқа шықтым. Бұрынғы өмірімнің шет жағасын жолдасым біледі. Бәрін емес, әрине. Маған сенің, маған дейінгі өмірің қызық емес. Менімен адал болсаң болды деген жолдасымды Алланың өзі маған жібергенде. Қазір 3 балам бар, Аллаға шүкір. Жақында жаңа жыл қарсаңында менің Расул инстаграмыма мені толық кешіргенін айтып, отбасы бар екенін, кішкентай баласы бар екенін жазғанда қуанып кеттім. Солай бір-бірімізге бақыт тіледік. Арқамнан жүк түскендей өзімді өте бақытты сезіндім. Құдіреті шексіз Алланың маған берген өмірімді бір түзу жолға салуға мүмкіндік бергеніне мыңда бір шүкір. Қандай жаман жолдан өтсем де, сол жолды өзіме қабылдадым. Сол жолдан өтіп, маған есею қажет болған шығар. Сіздерге айтарым, құрметті аналар, балаларыңызды қыз болсын, ұл болсын қараусыз қалдырмаңыздар. Ешкімге сеніп тапсырмаңыздар. Балаңыздың мінезіне, жан айқайына құлақ түре біліңіздер. Балалық шақтың бақытсыздығы есейгенде көп қателіктерге ұрындырады. Қорқақтық, өзіне сенімсіздік, өзін бағаламау, жақсы көрмеу, өзін ойын ашық айта алмау, тағысын тағы сезімдерге әкеп соқтырады. Сондықтан менің осы жазғанымнан жас қыздар, аналар ой түйсе екен деймін. Кейіпкер сөзін аяқтады. Кейіпкерге шын жүректен баянды бақыт тілеймін. Соңы.